Сәлем достар! Бүгін доңыз етінің зияны туралы 9 факт айтатын боламын. Мені жоғалтпас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Алла тағала адам баласына жамандық тілесін бе? Құран кәрімде сендерге өлексе аққан қан, доңыз еті және Алладан басқаның атымен бауыздалған мал арам қылынды деп шошқа етінің харам екен ап-айқын көрсетеді. Дініміз рұқсат етпеген бұл жануардың медициналық тұрғыдан да адам денсаулығына зияны шаш етектен. Өзіміздің 4 түлік малымыз тұрғанда доңыз етін жей қоймаспыз. Бірақ доңыз еті қосылған шұжық, тағы басқа қоспасында харам мал еті кездесетін тағамдарды бас салып жемес бұрын мынаны есте сақтайық. Бірінші, доңыз орнына адам етін қолдану қаупі бар. Доңыздың ішкі анатомиялық құрылымы адамдықпен өте ұқсас. Адамға жасауға рұқсат етілмейтін кейбір зерттеулерді шошқаға жасайтында сондықтан. Оны осылай бір Алла жаратқан. Бірақ кейбір адамдар мұны айласын асырады. Бір қорқыныштысы, доңыз бен адам етінің дәмінде де аса көп айырмашылық жоқ екен. 40 адам өлтіруді ұйымдастырған Хаман мен Куртен деген қылмыскерлер доңыз орнына адам етінен шұжық жасап сатқан көрінеді. Мұндай жиіркенішті оқиғалар батыстың тарихында көптеп кездеседі. Доңыз етін жеудегі ең қауіптісі осы болар. Екінші, балаңызға доңыз етін жегізбеңіз. Көбіне балаларда кездесетін скролофулез деп аталатын ауру түрі бар. Қабынудың салдарынан денеде без шошып шығады. Балалардың мойында шығатын без пішіні доңыздың баласы торайға ұқсас келеді екен. Ал аурудың негізгі салдары шошқа етін қолдану. Үшінші, қатерлі ісіктен сақтаныңыз. Доңыз еті гормондардың өсуін тым жылдамдататындықтан қатерлі ісік ауруына алып келеді. Сондай холестериннің шамадан тыс бөлінуінен ісік жасушалары құралады. Германияның медицина ғалымдары 60-70 жас аралығындағы қарттарда ісік ауруының жиілеп бара жатқанын осы доңыз етінің салдарынан екенін тапқан. Төртінші, тері ауруларын тудырушы. Доңыз етінің құрамында ауруды қабындырушы гистаминнің мөлшерден тыс көп болуынан соқыршек, өт жолымен қатар түрлі тері ауруларына душар етеді. Олардың қатарында дерматоз, экзема, дерматит бар. Германиядағы азық-түлік реформасынан кейін шошқа етін жеген орта жастағы әйелдерде қышыма ауруының бір түрі есекжем көп байқалған. Және де жануарларға жасалған тәжірибеде асқазан жарасы мен демікпе, аллергия, қышу байқалатынына көз жеткізген. Тіпті миокард инфарктісіне дейін апаратын көрінеді. Сондықтан да жүрек ауруына шалдыққан жандарға шошқа етін жеу тіпті қорқынышты. Бесінші, тұмау таратады. Доңыз еті грипп вирусын да таратады. Вирусолог Шоптың айтуынша, шошқа өкпесі мен шұжықтардың барлығында тұмауды жұқтыратын вирустар болады. Доңыз етін күнделікті қолданатын Америка, Германия сынды елдерде арты эпидемияға ұласып, жұқпалы ауру жаппай жайылып кеткен оқиғаларда көп кездескен. Байқасаңыздар, мұсылман мемлекеттері харамға жоламайтындықтан эпидемия дертімен ұшырасқан емес. Алтыншы, семіздіктің сергелдеңі. Доңыздың жарты бөлігі майдан тұрады. Сиыр, қой етінің қасында доңыздың майлылығы салыстыруға да келмейді. Сондықтан да доңыз етін жеудің арты семіздікке әкеліп соғады. Жетінші, жыныстық гормонның зияны. Доңыздың жыныстық гормондардың тигізер зияны өте көп. Болжам бойынша доңыздың жыныстық гормондарында қатерлі ісік ауруын тудыру қаупі басым. Доңыз малы адам денесіне ұқсас болғанымен ақыл иесінің жағымсыз келбеті. Доңызда бұлшықеттер мен сүйек аз болады. Керісінше майлы және шырышты қабаты көп келеді. Сонымен бірге доңыз зәрін дұрыс шығармағандықтан етіне сіңіп кетеді. Ал ол адам терімен жағымсыз иіс болып сыртқа шығады дегенде көзқарас бар. Сегізінші, у ішкенмен тең. Кейбіреулер доңыз етінің аз мөлшері еш нәрсе қылмайды деп ойлайды. Бұл үлкен қателік. Харам еттің мардымсыз мөлшерінің өзі уға татиды. Тоғызыншы, құмарлық. Доңыз етіне деген құмарлық та болады. Кейбір жандарға зиянын айтып жатсаң, еті дәмді ғой деп жатады. Дәрігерлер харам етке деген құштарлықты ішімдік пен темекіге тәуелділікпен салыстырады. Себебі зиянын айтып жатсаң да бас тартпайды дейді. Ал мұсылман қауымына нәпсіге берілмей, жоғарыда келтіріп өткен дәлелденген факттар мен мысалдардан ой түйіп, Алла тағаланың бұйрығын ұмытпаған жөн. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.